Kırgızstanda iki top oldu. Biri Vahabist topları, ikincisi Müteassip degen toplar oldu. Sol vaqtda Kırgızların içinde din yok edi. Kırgızlar öte kıyın, düşünbeydim bir halk edi, bir Kırgız degen halk var go. Sodan jaş jigitler sabak beredi. Sütçe жаңағы қариялар олар кіргізбейді. Бұлар вахабистерді. Сонда Абдулла деген жігіт келіп, жігіттермен келіп отырып, қариялар, бізді неге жаман көресіздер? Сендер вахабистсіңдер. Хош. Осы вахабист болмау үшін не істеуіміз керек? Мына шаштарыңды алып тастайсыңдар. Сендер жеңі келті көйлек киесіңдер, жеңі ұзын көйлек киесіңдер. Қарың. Егер біз шашымызды алдырып тастасақ, басымызға тақия киіп жүрсек, ұзын көйлек киіп жүретін болсақ, мына ауылдың балдарының барлығын кіріп оқытсақ болады ма дегенде қариялар болады дейді. Сонда Абдулла тұрады да, жігіттер дейді, мынау бас аман болса шаш өсет. Тұрыңдар бәң шаштарың алдырыңдар дейді. Сонда 70 қырғыздың жігіті шығып, шашын алдырып тастайды. Ұзын көйлек киеді, басқа тақия киеді да, бисмилля деп қырғыздарға сабақ бере бастайды. Қырғыздарда 42 медресе бар қазір. Қырғыздың ораторлары о Мәдинада арабшалау уағыз айтып, арабтарды шыңғыртып жылатып жатыр. Үлкен конференцияда қырғыздың жігіттері арабшалап уағыз айтып жатыр. Қараң, бірлік, ынтымақты қараңыз. Biz bir-birimiz arkamızdan koyup жүрemiz. Ana salafi, mına tabliği, mına vahabi. O mu ne oladı? Olarda başa alma, köz nazarını alma gerek. İmamdan men jaksa tığım kartnasda oturup bilimde ala berу gerek.